Ұстаздықты таңдаған Әлібек Өмірзақов пен Айгүл Жандарбекованы оқушылар үлгі тұтады. Шымкенттегі нөмірі 30-шы орта мектеп мұғалімдерінің әр сабағын шәкірттері асыға күтеді. Олар қазақ тілі, математика пәндерін қызықты өткізумен балаларды баурап алған. Жас педагогтар есімі президенттің кадрлық резервіне үміткерлер тізіміне де енген. Байқаудың 3-ші кезеңінен өтуге бар жоғы 1 балл жетпей қалыпты. Мақсатшыл жастар ендігі сынақтарды қайталап бағын сынап көрмекші. Айгүлдің ұстаздық жолда жүргеніне биыл 8-ші жыл. Педагогика саласының білікті маманы ұйымдасушылық қабілетін мемлекеттік қызметте сынап көргісі келеді. Президенттік кадрлық резервке қабылдаудың басталуын мектеп жиналысында естіп үміті үкілеген. Алғашқы 2 кезеңнен сәтті өтіп, Нұр-Сұлтан қаласына шақырту алады. Презентациямызды қорғадық. Барынша бізді сынады. Ақпаратты тез игеріп кету, жаңа цифровизацияға өткізу мектеп жасынан басталса деген өзімнің ұсынысымды білдірген болатынмын. Яғни бала мектептен ақпараттық тұрғыдан сауатты болатын болса, мемлекеттік қызметке барса да, кез келген салада жұмыс жасаса да, өзіне жаңағы оңай болар еді. Айгүлдің әріптесі Әлібек Өмірзақов осы мектепте алгебра және геометриядан сабақ береді. Түсінікті тілмен жеткізе білуінің арқасында оқушылар күрделі пәнді қиындықсыз меңгеруде. Некоторые учителя объясняют. Әлібек ағайдың әр сабағы біз үшін қызықты. Ол талапшыл ұстаз. Дегенмен кез келген оқушының тілін тез таба біледі. Дәрістің мазмұнын тақырыпты түсіндіруінен ақ ұғып отырамыз. Ұстаз Әлібектің дарынды жастардың кадрлық резервіне өтудегі мақсаты мемлекеттік қызметкер имиджінің өзгеріп, көпшілікке үлгі болуына күш салу. Дарынды жас барлық қырынан талантты. Қызметтен бос уақытында велоспортпен шұғылданады. Гитарада ән шырқап, мектепшілік шараларда көрермен алғысына бөленіп те жүр. В школе я могу повлиять только на своих учащихся. Мектептегі ұстаздық қызметім арқылы оқушыларға олардың жақындарына барлық қырынан үлгі болуға тиіспін. Дәл осындай ұстаным мемлекеттік қызметшінің бойынан табылуы керек деп санаймын. Маған ұжымды басқару жүктелсе, әрбір адамның алаңсыз жұмыс жасауына барынша жағдай туғызуға күш салар еді.